Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, қысқа атылмайтын, өте дәмді болып шығатын керемет жемістерден компот дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Біз жеміс жидектерімізді осылай жақсылап 3-4 қайтара жуып тазалап алғаннан кейін үстіне 2 қасықтай ас содасын салдым. Екеуіне де үстіне су құйып 10 минутқа қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің компоттарымыз атылмай, және де сырты жақсылап тазаланып жуылатын болады. Және біз уксустан азырақтан құйдым. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай, енді осыны жақсылап араластырып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минутта ішіндегі микробтары және де жақсылап тазаланып жуылатын болады. Осылай жақсылап жуып алдым. Сіздер де осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдемін. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Қыста рахаттанып ішесіздер. Қыстың қамын жазда ойла деп қысқа осылай дайындық жасап кеттім. Қыста өте дәмді болады. Мен бала-шағама өте қатты ұнайды. Өте дәмді, ерекше компот. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бізге осылай 2 дана лимон қажет болады. Осылай лимонды да ұсақтап турап аламыз. Лимонды міндетті түрде сыртын ас содасымен жуып тазалап алыңыздар. Сосын дәнегін міндетті түрде алып тастаңыздар. Дәнегі әші өте дәм-жам болады. Сол үшін дәнектерін алып тастауға кеңес беремін. Осылай ұсақтап турап алдым. Ас содасына салып қойған алмаларымызды осылай таза сумен 1 шай жіберіп, осылай ортасындағы дәнектерін алып тастайтын боламыз. Осылай банктерін бәрін жуып тазалап, өздеріңіз көріп тұрғандай мантаваркаге осылай булап алдым. Осылай булап алған банкілерімізді енді ішіне жинайтын боламыз. Өрігімізді, алмамызды, шиемізді бәрін салатын боламыз. Көз мөлшермен көп қосып істесеңіздер де болады. Маған аз қосқан ұнайды, өйткені ішіндегілердің балдарын жемейді. Сол үшін аз саламын. Осылай барлығын салып болғаннан кейін үстіне қайнаған су құямыз. Өрік, алма, шие салдым, және де лимон саламыз, мята саламыз. Осылай осының үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. 1 дана лимон салдым. 2 қоссаңыздар да өз қалауларыңызбен лимон, апельсин қоссаңыздар да болады. Крышкаларымыздың үстіне қайнап тұрған суымызды құйып 5 минут газде қайнатып алатын боламыз. Осылай қайнап тұрған суымызды құйып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Менің каналымда көптеген осындай банка жабу видеолары бар. Соларды көрсеңіздер болады. Және де менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай 20 минутымыз өтті. Енді ол суды осылай қайтадан кастрөлге құйып, қайнатып, қайтадан өзіне құятын боламыз. Сонда біздің компотымыз өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын төгіп, газге қайнатып, одан кейін құятын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, осындай қазақша каналдың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Суын төгіп, барлық банкілеріміздің суын төгіп аламыз. Сөйтіп оны қайнатамыз, қайтадан газге қойып, төккен банкілеріміздің үстіне құмшекер салатын боламыз. Банкілеріміздің үстіне осылай құмшекерімізді саламыз. 2 литрлік банкіге 200 грамм, 3 литрлік банкіге 300 граммдай салатын боламыз. Суымызды қайнатамыз. Суымызды қайнатып, сақырлатып қайнағаннан кейін оны банкілерімізге құятын боламыз. Осыдан банкіден төккен суды қайтадан қайнатамыз. Біреулер төкіп тастап басынан су құйып атады. Одан көрі өзінің суын құйсаңыздар өте дәмді болып шығады. Енді банкімізді осылай жабатын боламын. Менде банкі жапқысы осындай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай барлық банкілерімді бұрап аламын. Осылай жауып болған банкілерімізді өздеріңіз көріп тұрғандай жақсылап бұрап болғаннан кейін тексеретін боламыз.
осындай ішіндегі құмжекері ерігенше осылай қозғаңыздар. Және де аузын өйстіп бұраған кезде мына қолдарыңызбен көрсеңіздер, кебу болса жабылды деген сөз. Ал жөнді жабылмаса су ағып тұрады. Сосын осылай домалатып, ішіндегі құмжекерін ертіп, және де аузын осылай тексеріңіздер. Осылай ары-бері қозғаңыздар. Осылай көздеріңіз көріп тұрғандай ары-бері қозғап, ішіндегі құмжекердің ерігеніне көз жеткізіңіздер. Ерімеген жағдайда компоттарыңыз атылып кетуі мүмкін. Сол үшін толық көз жеткізіп алыңыздар. Енді осылай барлығын жауып болған банкілерімізді төңкеріп, бетін жылы орап, бір күнге қалдырамыз. Менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.